Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын запеченные жареные роллы дайындайтын боламыз. Ол үшін біз нори жапырағына піскен күрішті осылай жайып алатын боламыз. Күрішті біркелкі етіп орналастырып алғаннан кейін ішіне өз қалауларыңызға қарай балық немесе тауық етін салсаңыздар болады. Мен тауық етін салдым. Және қиярды міндетті түрде қосуды ұмытпаңыздар. Мен үйде болмаған соң салмадым. Қияр қытырлап ерекше дәм береді. Және творожный сырды кондитер қапшығына салып, осылайынан орналастырып шықтым. Енді орайтын боламыз. Ораған кезде нығыздап үстінен баса отырып ораңыздар. Ішінде ауа қалып кетпейтіндей нығыз болу керек. Себебі кескен кезде шашылып қалмайтындай. Ашық тұрған шетіне кішкене су жағып, енді жақсылап ораймыз. Енді кляарға бір жұмыртқаның үстіне сәл ұн салып, жақсылап араластырып, роллымызды соған аунатамыз. Жақсылап барлық жері тиетіндей етіп аунатып алғаннан кейін панировочные сухари, панко дегенге аунатып аламыз. Және қызып тұрған майға екі жағын қызартып қуырып алатын боламыз. Қуырылған роллыды осылайынан кесіп дайындап аламыз. Ендігі кезекте пешке салардың алдында бетіне жағатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге алдымен кез келген ірімшікті, яғни сырды үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Оның үстіне икра салып және майонез салып жақсылап араластырамыз. Міне біздің шапчикамыз, яғни бетіне салатын салмамыз дайын. Кондитер мешегіне салып, әрбір роллыдың бетіне осылай орналастырып жағып шығамыз. Жағып алғаннан кейін 200 градуста пешке бетіндегі салмасы өстіп қызарып піскенге дейін салып аламыз. Міне біздің дәмді роллыларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған әсел ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.